Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Бұл печенье енді шайға қонақтарыңыз келе жатса дайындасаңыздар болады. Өте тез дайындалады. Слоеный тестаңыз комната жағдайында еріп тұрса болды. Осылай оқтаудың дайын болған жібіп тұрған слоеный тестаны оқтаудың көмегімен кішкене ұн себе отырып, 4 бұрышты формада осылай жайып алатын боламыз. Қант жұмыртқаның сарысы ғана қажет болды. Магазиннен әдемі печенье сатып алмаңыз. Осы печенье өте дәмді әрі формасы да ерекше, сондай керемет печенье болып піседі. Осылай слоеный тестаны 4 бұрышты формада жайып алдым. Енді осы нені пергамент қағазын төсеп, астыңғы бөлігіне салдым. Егер сізде пергамент қағазыңыз жалпақ болса, онда бір ғана пергамент қажет болады. Осылай енді қантты үстіне жайып, біркелкі етіп жайып шығасыздар. Қасықтың, қолдың көмегімен қалауларыңыз бойынша. Осылай біркелкі етіп жайып, қантты кішкене үстінен басып, кішкене қамырға орнығатындай қыласыздар. Барлық бөлігіне қантты сүйіп шығасыздар. Енді қантты тәтті болғанын қаласаңыздар, қантты молырақ қоссаңыздар болады. Мен кішкене молырақ қостым. Шайға енді қатпарлы еріп күшті болып тұрады. Осылай енді қант себіп болғаннан кейін пергаменттің үлкен бөлігі бар екен, соны осылай бетіне төсеп, жаңа қант себілген бетін астына қараттында енді ең астыңғы бөлігінде қант себілмегендіктен оған да сүйіп шықтым. Осылай оған да қант сеуіп, қолдың көмегімен, қасықтың көмегімен үстін басып, кішкене қамырға орнықтырып алдым. Маған осылай тез дайын болатын, қиын емес рецепттер ұнайды. Егер де менің каналыма кірсеңіздер, жасау жолы өте жеңіл рецепттер көресіздер. Даже мектеп оқитын оқушыларға дейін жасаса болады. Осылай екі шетін бүктеп, видеодағыдай бүктейсіз. Содан пышақты алып, ұзынша етіп кесесіздер. Видеода толық көрсетілген. Осылай пышақтың көмегімен барлық бөлігін кесіп алдым. Осылай пергаментті төсеп табамызға, осылай ұзынша етіп тәріздес етіп қойсаңыздар да болады, және жүрек формасында қойсаңыздар да болады. Мен жүрек формасында етіп те жасадым. Екі шетін ашып, астыңғы бөлігін кішкене түйіп қойсаңыздар, жүрек формасында шыға келеді. Шайға жасасаңыздар керемет енді. Жасау жолы өте қарапайым болғандықтан, кез келген кішкентай мектеп оқушылары да жасаса да болады. Өте керемет. Осылай жүрек форма тәріздес етіп те жасадым. Жұмыртқаның тек сары бөлігін кішкене осылай жағып шығасыздар бетіне. Шайға өте ерекше әрі дәмді болады. Қонақтарыңыз келе жатыр деген кезде істесеңіздер де болады. Мұны өте қатпарлы, өте тәтті болып шықты енді. Супер.